Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Көрші ақысы. Дінімізде көршілік қарым-қатынас адамға туыстық ақы секілді, тіпті одан да артық міндеттер жүктейді. Пайғамбарымыз былай деген: көршінің ақысы олардың ынтымағы мен байланысының дәрежесіне қарай 3 сатыда тұрады. 3 ақысы да түгел көршілер, әрі мұсылман, әрі тегі жақын саналатындар. Бұлардың көршілік, ислам және туыстық ақылары әрдайым өз күшінде. 2 ақысы бар көрші мұсылман көрші, оның көршілік және мұсылмандық ақысын орындау шарт. 1 ғана ақысы бар көрші, діні жат көрші. Пайғамбарымыз бірде: көрші ақысының не екенін білесіңдер ме? Көмек сұрағанда жәрдем жасауға тиіссің. Демеуіңе мұқтаж болғанда аянбауың шарт. Қарыз сұраса бер, әл-ауқаты төмендесе оның мойнындағы алашағыңды кешіргенің дұрыс. Ауырғанда халін біліп, отбасы қара жамылғанда жаназасына бар. Қуанышына ортақтасып, бірге қуанып, тағдырдың тауқыметін тартып, өмірдің мехнатын кешіп жүрсе, жұбату парызың. Көршінің рұқсатынсыз үйіңді оның үйінен биік етіп салма. Ешқашан зорлық көрсетпе. Аздаған нәпақа тапсаң да көршіні құр қалдырмай ауыз тигізгейсің. Қолыңдағың үй ішіңе жетер-жетпес болса, тапқаныңды көршіңе көрсетпе. Бала-шағаң аулаға алып шықпасын. Себебі көршінің баласы оны көріп қызығады. Ас дайындарда тамақтың иісін аңқытып, көршінің аш құрсақ балаларына сездірме. Әйтпесе көршіге де дәм таттыратын бол. Сендер көрші ақысының не екенін білесіңдер ме? Шыбын жанымды құдіретті уысында ұстаған Аллахқа ант етейін. Көрші ақысын тек Аллахтың мейіріміне бөленген адамдар ғана толық орындай алады деген. Шынайы өмірде біз туыс-тумаларды оқта-текте бір көрсек, көрші қолаңмен күнде жүздесеміз. Сондықтан іргемізге қатар қонғанның ақысына барынша ыждағатты болуымыз қажет. Аллах тағала Құран кәрімде былай дейді: Аллахқа құлшылық қылыңдар, оған серік қосушы болмаңдар, және әке-шешеге, туыстарға, жетімдерге, пақыр міскіндерге, алыс жақын көршіге, жол серік болғанға, жолда қалғандарға және қол астындағыларға жақсылық қылыңдар. Негізінен Аллах тәкаппар, мақтаншақты жақсы көрмейді. Ниса сүресі 36 аят. Аятта бөгде көрші деп үйі шалғайдағы не болмаса туыс емес және діні бөлек көрші айтылса, жақын көрші деп үйі жақын не болмаса қаны мен діні бір туыс айтылған. Пайғамбарымыз Жәбірейіл маған көршіге жақсылық жасау туралы көп айтқаны соншалық көршіні көршіге мұрагер қылады-ау деп ойлап қалдым деген еді. Бірде Әбу Зарға: Әбу Зар, ас қатығың болмаса, көже пісіргенде суын көбірек қылсаң да көршілеріңе дәм таттыр деген болатын. Бір табақ көжеден көршінің қамын күйттеген ислам жүйесінің әділ жолын ұғына білсек, қоғамымыз айтарлықтай гүлденер еді. Өздеріңіз білетіндей, күні бүгінге дейін қалалы жердегі көп қабатты үйлердің бірінің үстіне бірі мінгессе соғылғандықтан адамдар бір-біріне етене жақын өмір сүреді. Десек те кірпіш пен тас қабырғалар адамды жұтып қойған тәрізді, біреуді біреу біліп болмайды. Мұндайда көршінің қамын ойлап уайымын жейтіндер некен саяқ. Ислам нұсқағандай көрші мен көршінің арасындағы ізгілік пен ынтымақтықтың тамырына әлде қашан балта шабылғандай. Бір сөзбен айтқанда біз осы жағдайды түзеп, тек пайғамбарымыздың Құранның нұсқауына қарай көршілерді ойлап, оларға көмектесуіміз керек. Дінді насихаттаудың талаптары, ислам құндылықтарын әркез әркімнің санасына құя білу.
жүректерге иман нұрын ұялату секілді қасиетті де жауапты іске құрылған. Мумин көрші-қолаң, құрбы-құрдас, әріптестеріне дін иман тақырыбында білгендерін баяндап, оларға сөзімен де, өнегелі ісімен де үлгілі болуға талпынуы тиіс. Әйтпесе махшар таңында өз көкейіне түйгенін өзгелерге үйретуге сараңдық таныта білген білгірдің кебін киеді. Абдуллах ибн Омардан жеткен хадис былай дейді: Алла тағала жолдастың жақсысын жолдасына пайдасы тиген деп біледі. Сондай-ақ Алла тағала көршінің жақсысын көршісіне пайдасы тигенін деп біледі. Әлдекімнің тасы өрге домалап, басына бақыт құсы қонса, Аллахтың берген бұл нығметіне көршінің де ортақ екенін төмендегі хадистен білеміз. Бір кісі пайғамбарымызға келіп, өзінің киерге киім таппаған кедей екенін, жыртығына жамау сұрайтын ешкім жоғын айтып мұңын шағады. Пайғамбарымыз одан көршісінің бар жоғын сұрайды. Ол көршісі бар екенін және оның қос жамылғысы барын айтады. Сонда пайғамбарымыз: сенің жалаңаш жүргеніңді біле тұра, көйлегінің біреуін бермеді ме деп сұрайды. Әлгі адам берген жоқ деп жауап қатты. Сонда пайғамбарымыз: ол сенің бауырың емес деп кесіп айтты. Абдуллах ибн Масхудқа біреу келіп: менің бір көршім бар, үнемі мазамдалып балағаттайды, жолымнан қалдырады деп шағымданады. Сонда Абдуллах ибн Масхуд оған: бара ғой, ол сенің құқыңды бұзып, Аллахқа асылық қылған болса, сен оның ақысына орай Аллахқа тағат қылып ақырын күт деп жауап берген екен. Демек, көршінің ақысы олармен тату-тәтті өмір сүру ғана емес, көрсеткен оғаш қылығына да төзе білу екен. Төзіп қана қоймай, жамандығына жақсылық жасау тіпті оң амал. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.